Битва за Аракис стала неожиданностью для всех. Харконнены провернули все за одну ночь. Без предупреждения, без объявления войны. Дом Атрейдесов перестал существовать. Император ответил на это молчанием. Но моим отцом всегда руководил холодный расчет. Сәлем, құрметті көрермендер. Дюна фильмінің екінші бөлімі. Пол Атрейдес әкесінің өлімінен кейін анасымен шөл далаға қашып фремендерлерге қосылады. Харконнендердің әскерлері оларды іздеп шөл далаға келеді. Бірақ фремендер оларды бірінен соң бірін өлтіреді. Бірақ Харконнен әскері Полды байқап, оларды ұстамақ болады. Пол қарсы шығып, оларды жеңеді. Соңында Джессика көмекке келіп, Харконнен әскерін жояды. Фремендер жорықта өте мұқият болуды айтады. Олардың қару-жарақтарын және әскерлердің бойындағы сұйықтықтарды алып, қайта өңдейді. Бұл әрекет олар үшін маңызды, себебі одан шөл даладағы өмір үшін қажетті ресурстар алынады. Сонымен қатар шөлдегі құм құртын тамақтандыру мәселесі ерекше орын алады. Рабан Харконнен фремендермен күресті жалғастыруды шешіп, шөлдің солтүстік және оңтүстік полушарияларында басымдық орнатуды жоспарлайды. Стилгар Джессикаға ерекше сұйықтықпен жасалған қасиетті суды көрсетеді. Бұл суды өлген фремендер денесінен жинап, олардан алынған сұйықтық қасиетті саналады. Пол Джессикаға фремендер халқының құрметті анасы болуды ұсынады, себебі қазіргі фремендердің құрметті анасы өмірінің соңына жақындап қалған еді. Бұл шешімді қабылдау үшін арнайы ритуалдан өту қажет. Джессика ритуалды қабылдауға келіседі. Ол көк көзді болып, көріпкелдік қабілеттері күшейе түседі. Осы сәтте оның құрсағындағы нәресте саналы түрде оянып, анасымен сөйлей бастайды. Нәресте бұрынғы естеліктерді анасымен бөліседі. Ритуал сәтті аяқталған соң, Стилгар Полдың пайғамбар екенін дәлелдейтін белгі деп санайды. Бұл пікірді фремендердің оңтүстік топтары қолдаса, солтүстік топтары сенбейді. Пол өзін пайғамбар деп атаудан бас тартады, және ритуалды керемет деп санамайды. Оның анасы, Джессика, Бена Гессерит орденінде арнайы дайындықтан өткендіктен, уды бейтараптандыру қабілетіне ие екенін айтады. Анасы, Джессика діни насихатты жалғастыра отырып, Полға да өмір суын ішуге кеңес береді. Оның мақсаты баласының көріпкелдік қабілеттерін арттыру және оны халықтың нағыз жетекшісіне айналдыру. Алайда Пол бұл ұсыныстан бас тартады. Осы себепті Пол шөл далада жалғыз өмір сүріп көруге аттанады. Бірақ соңғы сәтте Чани оның жалғыз өзі шыдамайды деп алаңдап артынан еріп кетеді. Полдың келесі сапарында Харконнендер әскерлері шөлден спайсты өндіруде. Олардың бұл әрекеті кезінде кенеттен құмның астынан фремендерлер шығып әскерлерді жояды. Қақтығыс басталғанда Харконнендер орнитоптердің пулеметін қосады. Фремендер адамдары харвестердің шынжыр табандарының астына тығылып, тіреуіш аяқтардың артына жасырынады. Чани орнитоптерді атып құлата алмайды, бірақ бұл жағдайды бақылауға алып, оларды өзіне қаратады. Чаниге дәл атуға мүмкіндік береді. Чани орнитоптерді атып сүрген соң, фремендер харвестерді де жойып, шөл далада кішкентай жеңістерін тойлайды. Стилгар Полды нағыз фремен деп мойындап, оған арнайы фремен есімін таңдауды ұсынады. Пол өзіне Муаддиб есімін алады. Келесі қадам құм құртын бағындыру. Бұл рәсім маңызды болып саналады. Осы сәтте Чани Полдың жанына келіп, екеуінің романтикалық қарым-қатынасы басталады. Кейін олар Харконнендерлер мен спайс өндірушілерге шабуыл жасап, жауды жеңеді. Бұл жағдай Харконнендердің лидері Раппанды ғана емес, оның көкесін, барон Владимирді де ашуландырады. Барон Раппанға егер ол фремен мәселесін шешпесе, болашағының нашар болатынын ескертеді. Пол бархан төбесінде тұрып, құм құртын шақыратын Малатилка қосады. Алып құрт жақындаған кезде, Пол оған гарпун арқылы жабысып, оны бағындырады. Бұл сәтте фремендер оны толыққанды көшбасшысы ретінде мойындайды. Джессика бұл жаңалықты ұлы пайғамбар екенін дәлелдеу үшін барлық күмәнданушыларға таратуға бұйрық береді. Бірақ Пол мұндай діни көшбасшы болуды қаламайды. Сонымен қатар анасы Чаниға деген махаббатына қарамастан, оны саяси некеге тұруға көндіреді. Фремендер партизандық соғысты жалғастырады. Олар планетаның астанасында орналасқан спайс қоймасын жарып жібереді. Ашуға булыққан Раппан кек қайтару үшін жазалаушы отряд ұйымдастырып, фремендер жасырынатын тау массивтеріне орнитоптерлерді жібереді.
Харконнендер Аракисте әскерлерін түсіргенімен, шөлде көтерілген шаң олардың жоспарын бұзады. Фремендерлер оларды тактикалық шабуылмен басып, Харконнендер әскерлерін кері қашуға мәжбүрлейді. Бұл ретте Раппан да өлуге жақын қалды. Принцесса Ирлан осы жағдай туралы әкесі императорға баяндайды. Ол әкесіне Пол Атрейдестің тірі болуы мүмкін екенін ескертеді. Алайда орденнің құрметті анасы Бена Гессерит оған бұл ақпаратты құпия ұстауға кеңес береді. Егер император мен Харконнендер Атрейдестерді жою туралы қастандығын біліп қойса, оларға қарсы шығуы мүмкін екенін, және император Фейдраута, яғни баронның жиенін тақ мұрагері етуді көздегенін жеткізеді. Оқиға Харконнендердің туған жиені Фейдраутаға ауысады. Бұл планета күңгірт күннің астында жатыр. Фейдраута өзінің кәмелеттік жасына арналған салтанатты рәсімге дайындалып жатыр. Бұл рәсім гладиаторлық жекпе-жектен тұрады. Онда ол Атрейдес әулетінен тірі қалған 3 өкіліне қарсы шығады. Жекпе-жек кезінде Фейдраута 2 қарсыласын тез жеңеді. 3-ші қарсыласы тәжірибелі болып шығып, оған біраз қиындық туғызады. Жекпе-жек барысында Фейдраута өзінің күшін көрсету үшін қорғаныс қалқанын сөндіріп, таза күреске көшеді. Бірақ жағдай бақылаудан шықпас үшін күзетшілер араласып, Фейдраута жеңісін дәлелдейді. Кейін жиені Фейдраута барон Владимирге келіп, оны өзі өлтіруге тырысты деп айыптайды. Алайда бұл баронның жоспарланған әрекеті болатын. Ол жиенін сынап, оның сенімділігін тексергісі келген еді. Барон оған Аракис планетасында билеуші болуды ұсынып, оның император тағына көтерілуіне уәде етеді. Осы кезде Аракисте әдеттегідей шайқастар жүріп жатады. Фремендерлер Харконнендердің спайс жинау жұмыстарын тоқтатып, олардың пайда табуына кедергі жасайды. Алайда ол бұрынғы ұстазы Гарни Халик болып шығады. Пол ұстазын көріп, өз жағына тартуды шешеді. Гарни Полға оның әкесі сақтаған жасырын қойма туралы құпияны ашады. Қоймада 92 ядролық оқ-тұмсық бар екені белгілі болды. Сонымен қатар, Джессика ұлының діни лидер ретінде беделін нығайтуға тырысады. Ол жергілікті храмға барып, құм құртын зерттейді. Храм қызметкері кішкентай құм құртын алып, оны суға салып тексереді. Судың құртқа улы екені белгілі болады, ал оның денесінен қасиетті өмір суын алады. Бұл су Полдың болашақ жоспарлары үшін қажет. Эвакуация кезінде Пол өзінің тобынан бөлініп храмға барады. Өмір суын бір жұту оны өлтіруі мүмкін. Бірақ Пол суды ішіп, ерекше жағдайға түседі. Сол сәтте ол болашақтың бейнесін көреді. Шөл даланың ар жағында алып мұхит жатыр. Жағалауда әлі дүниеге келмеген қарындасы тұр. Оның көзіне қарап, үлкен тұлға болатыны белгілі. Пол ес-түссіз жатқанда, оның айналасына жақын адамдары жиналады. Және Джессикаға өз ұлының өліміне кінәлі деп оған ренішін білдіреді. Алайда Стелгар оған көне пайғамбарлықты еске түсіреді, оның көз жасы сүйіктісінің өмірін қайтарады деп сендіреді. Және көз жасын Полдың ерніне тигізеді, содан кейін Пол есін жиып қайта тіріледі. Осы оқиға Полдың айналасындағылардың діни сенімін одан әрі күшейтеді. Полдың жаңа күшейген қабілеттері оған анасының құпиясын ашуға мүмкіндік береді. Джессика Владимир Харконненнің туған қызы, ал бұл Полдың өзіне атасы екенін білдіреді. Соңында Пол мен Стелгар фремендердің үлкен армиясын жинап, жауға қарсы тұруға дайындалады. Пол жиналған фремендерге үндеу жасайды. Ол шөл даланы гүлденген жұмаққа айналдыратынын да уәде етеді. Харконнендерлер императордың алдына келеді. Владимир барлық Аракистағы спайстар қорына шабуыл жасалғанын және ғарыштық саяхаттардың болашағына қауіп төніп тұрғанын хабарлайды. Император баронға неге Муаддибпен күресе алмай отырғанын сұрайды. Оның немқұрайлығы үшін император оны қатаң тәртіппен жазалайды. Бұл уақытта фремендер өздерінің одақтастарымен бірге ауқымды шабуылға келе жатыр. Олар алып құм құрттарын көлік ретінде пайдалана отырып, құмды дауылмен шайқас бастайды. Соғыс жалғасып жатқанда, Пол мен оның одақтастары қарсыластармен шайқасты күшейтеді. Құм құрттары сардаукарлардың бүтін бір ротасын жойып жібереді. Пол Атрейдес император сарайына басып кіреді. Қару ұстаған күзетшілердің көзінше ол жаралы баронды өлтіреді. Мына жақтан Полдың одақтасы Гарни Халик Рабаннан кек алып, оны тез арада жеңеді. Бірақ Пол егер шабуыл жасаса, спайс кен орындарын атом бомбасымен жоятынын ескертеді. Пол императорға ұсыныс жасайды. Ол принцесса Ируланға үйленіп таққа отыруды ұсынады.
Император өзінің Атрейдестерді жою туралы бұйрық бергенін мойындайды. Ол императорды жекпе-жекке шақырады, бірақ императордың орнына Фейт Раута шайқасқа шығады. Екі немере ағайын қылышпен шайқасады. Пол жарақат алады, бірақ ақырында қарсыласын жеңіп, Фейт Раутаны өлтіреді. Жеңісінен кейін Пол императорға өзінің қолын беріп, оны жаңа император ретінде тануға мәжбүрлейді. Император тізе бүгіп, Полдың билігін мойындайды. Пол фримендерлерге сардаукар кемелерін пайдаланып, жаңа жерлерге қоныстануды бұйырады. Фильм Полдың жеңісімен және оның қасиетті көріпкелдігімен аяқталады. Арнаға жазылуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыз.